Осы Убай ибн Халаф жайында айтады. Кімде кім намазды сақтаса дейді, ол бурхан, нур болады дейді. Ол айғақ болады дейді Алланың алдында, және нұр болады дейді намаз. Ал егер кімде кім намазды тастаса дейді, онда ол Фирғаунмен бірге тіріледі дейді анағыңыз. Хаманмен бірге тіріледі, және үшінші кім еді? Қарунмен бірге тіріледі дейді. Қарун және Убай ибн Халафпен бірге тіріледі дейді анағыңыз. Хадиске кіріп кеткен мысалға мына кісі. Мына төртеуі енді ғалымдарымыз тәпсірінде айтады. Неге бұл төртеуі десе, себебі дейді, Фирғаунды Құдайдан алыстатқан нәрсесі билігі дейді анағыңыз. Кімде кім менің билігім бар деп Құдайдан алыстайтын болса, онда ол жағдай қиын болады дейді. Намазды тәрк ететін болса дейді. Хаман деген уизарада істеген, кімнің оң қолы, Фирғаунның барып кел, шауып кел тірлігінің барлығын істейтін кісі болған. Кімде кімді жұмысы алаңдататын болса дейді, тапсырмалары Алланы еске алудан, намаздан, онда ол Хаманмен бірге тіріледі дейді. Үшінші, кімде кімді байлығы тоқтататын болса дейді, ана қарайсыз. Білесіздер, Қарунның бір қазынасының кілтін 300 сиыр көтеретін болған дейді. Бір риуаяттарда 18 адам көтеретін болған дейді. Алтын кілті болған дейді. Қарун сондай адамдар, Қарунға берген нәрсе бізге де берілгенде ғой деп айтып жіберетіндей болған дейді. Не деген байлық мынау деп. Сонда қауымдағылар не деп айтты? Алла саған одан да қайырлы нәрсені берді ғой, иманды берді ғой деп айтатын болған. Көрдіңіз ба? Біреудің байлығы не емес, саған керек емес. Алла иман берсе сол керек міне. Кімді байлығы тосатын, анау кәдімгідей алтындарға қарап ауыратын болған ғой Қарун ше. Күн түскен кезде не қылған кезде алтын жалтырамай ма саған? Соған қарап ауыратын болған, бұл ауруы бар оның да өзіне сай. Көрдіңіз ба? Сол міне байлығы кімді Алланы еске алудан тосатын болса, ол Қарунмен бірге. Бұл Мұсаның заманында өмір сүрген Қарун. Бұл Мұсаның қасындағы ағасы емес, Харун. Ол Харун, ол бөлек. Ол пайғамбар. Мынау Қарун, Құранда келген. Төртінші, Убай ибн Халаф. Кім Убай? Бұл Убай ибн Халаф бизнесмен болған. Жаңа айттым ғой. Кімде бизнесі Құдайды тосудан, Құдайды еске алудан тосатын болса, онда не болады дейді? Убай ибн Халафпен бірге тіріледі деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан Алланы еске алудан еш нәрсені істемеу керек дейді. Тоқтатпау керек дейді. Еш нәрсең сені Алланы еске алудан, намаздан тоқтатпау. Еске алу деген сөз бұл жерде нәпіл зікірлерді айтып жатқан жоқ. Бұл жерде намазды айтып жатыр. Өйткені Алла Тағала Құранда не дейді? Мені еске алу үшін намаз оқы деп айтады. Еске алудың ең патологы ұлысы бұл не? Бұл намаз.